бір кісі айтады, бұл адам баласы қандай дейді да, таң қаласың дейді адамға. Расында да жігіттер, кейбір кезде шүкірсіз болып кетеміз ғой. Не дейді? Бардың қадірін білмейді. Қараңыз, мысалды қалай келтіреді. Ақылы бар адамға. Кішкентай балдар дейді, ертерек ер жетуге асығады дейді. Ертерек өссе екен, ертерек үлкен жігіт болсақ екен. Өзімізде жүрміз ғой, кішкентай балдарымыз ертерек ер жетсе екен дейміз да. Сол балдар жүреді дейді, ертерек ер жетсек, ертерек ер жетсек. Бір күні отыр дейді да, үлкен ер жеткен жігіттер, баяғыда рахат еді. Кішкентай кезде уайым жоқ, не ішем, не жейм, не кием, кіммен ойнайым, не ойнайым, уайым осы. Басқа уайым жоқ да. Машина аласың деп жүре бересің да, рахат екен ғой сол уақыт. Бірақ сол уақыттың қадірін ешкім білмеген. Қараңыз, екіншісі, сол адам ер жеткен жігіттер, бізде енді бәріміз сондаймыз ғой, дүние жинау керек, кішкене бірін екі қылу керек, кішкене ақша табу керек, денсаулыққа қарамаймыз ғой жігіттер. Ыстық, суық, мынау зиян, мынау пайдалы, жоқ, тема біреу, баю керек, болды. Үй салу керек, машина міну керек деген сияқты. Сөйтіп дырылдап жұмыс істей бастаймыз да, біреу байиды, біреу сол күйінде қалады әйтеуір. Бірақ 40-45, 50-ге дейін жұмыс істейміз да, бір күні қарасаң, денсаулық жоқ. Уақыт солай өтіп кеткен да. Енді анау жинаған ақшасын жұмсай бастайды сол денсаулықты қайтаруға. Жетпейді бірақ. Сіздің жинаған ақшаңыз кеткен денсаулығыңызды қайтарып бере алмайды. Сонда отырады, баяғыда рахат еді, жігіт кезде, денсаулық ұрып тұру кезде, любой нәрсеге деген сияқты кісілердің айтқан әңгімесін естігенсіздер ме? Мынау өкіметте істеп жүрген кісілер айтып отыр ғой өзімізде. Не дейді? Ертерек пенсияға шықса екен, ертерек мынау айтыр, жұмысты бітіріп ертерек пенсияға шық. Қай жаққа асығып жатсыз, қай жаққа асығып жатсыз? Пенсиядан кейін болды ғой уже. Ары қарай бір-ақ шақ қалып тұр ғой. Бірақ аттан қалып тұр ғой ары қарай. Қарсаңшы қай жаққа асығып жатыр. Пенсияға шығады, бір күні уже іші пысқан отыр да, баяғыда рахат етіп жұмыс істеп жүрген кезде. Бізде жас кезде алға қарай армандау бар да, алға қарай армандау, әйтеуір бір үміт бар да, ал қартайғандардың арманы ше қандай? Олардың ары қарай арманы жоқ. 80-90-дағылар, 100-ден кейін битсең деген ондай арман жоқ. Оларда тек қана бір-ақ нәрсе. Баяғыда мынандай, баяғыда мынандай еді. Сол артқа айналып келсе, сол замандар келсе, 50-дегілер айтып жатыр, 40-та болсаң деп. Бірақ 40-тағылар оның қадірін біліп жатқан жоқ. 60-тағылар айтып жатыр, 50-де кезде болсаң деп. 50-дегілер бірақ сол өзінің бар қадірін біліп жатқан жоқ. Олар 60-қа қарай асығып жатыр. 60-тағылар 70-ке қарай асығып жатыр. 70-дегілер 60-та болсам деп армандап жатыр да. Түсіндіре алдым ба, жалпы мына өмірдің, бізде өмірдің құны қандай екенін түсіндіре алдым.